Әмеңгерлікпен қайнысына тиюі үшін өз күйеуін өлтірген әйел. 2 бөлім. Бір күні таңертең Айнұр ас үйде шай қойып жүргенде Арман сыртта біреумен телефон арқылы ұзақ сөйлесіп тұрды. Даусынан ерекше қуаныш сезілгендей болды. Айнұр қызығып есік жаққа жақындап тыңдап қалды. «Қалайсың, Абзал? Әскерде бәрі жақсы ма?» деді Арман сағынышпен. Айнұр селк ете қалды. «Абзал, ол кім?» деп іштей таң қалып. Шай қоюды да ұмытып қалды. Арман бөлмеге кіргенде Айнұр шыдамай: «Арман, сенің інің бар ма еді? Маған неге айтпадың?» деп сұрады. Арман күлімдеп: «Айтқан шығармын ғой, әлде айтпадым ба? Абзал менің інім, қазір әскерде жүр. Біраздан бері хабарласпаған еді. Бүгін өзі қоңырау шалып тұр», деді жайбарақат. Айнұр ішінен ренжісе де білдірмеуге тырысты. «Ал мен оның бар екенін енді біліп отырмын», деп жымиып қойды. Арман оны құшақтап: «Қап, ұмытып кеткен шығармын. Абзал кішкентайынан тентектеу еді. Әжемнің баласы еді. Әжемнің көзі кеткен соң еркелеп өсті. Бірақ сен онымен жақын араласып кетесің, уайымдама», деді. Айнұр үнсіз ғана бас изеп шайын құйып бастады. Ішінде әлдебір түсініксіз сезім тұрды. Арманның өмірінде әлі де өзі білмейтін дүниелер бар екен, түсінді. Кешкісін шай үстінде Айнұр мұқият отырып: «Абзал қай кезде әскерге кетті? Ол ауылға қашан келеді?» деп сұрады. «Көктемде кеткен. 1-2 айдан кейін келеді. Сендер міндетті түрде танысасыңдар», деді Арман сенімді түрде. Айнұр ішінен ойланып отырды. Бұл ауылда мен білмейтін қанша сыр бар екен деп өзіне сұрақ қойды. Абзал туралы білгеннен кейін Айнұрдың ойы бөлініп, бір түрлі алаң күйге түсе беретін болды. Осы уақытқа дейін Арман неге оны айтпады? Әлде олар жақын емес пе? Деген сұрақтар көкейінен кетпейтін. Күнделікті тірліктерімен жүрсе де, ойымен үнемі әлгі құпия қайнысында. Кейде Арманға қарап отырып, оның көңілінде Абзалға деген ерекше алаңдаушылық барын сезетін. Арман оны ешқашан сөзбен білдірмегенімен бірдеңені жасырып жүргендей күйде еді. Бір күні таңертең сиыр сауып жүріп, Әселдің жанына жақындады да жай ғана: «Абзал, бала күнінде қандай еді? Арман екеуі жақын болды ма?» деп сұрады. Әсел қолындағы шелегін қойып: «Ой, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей ғой. Арман салмақты, бәрін ойлап жасайтын, ал Абзал керісінше ылғи бір нәрсеге асығып, ауылда өзін еркін сезінбейтін. Бала күнінде қалаға кетуді армандап өсті», деді. «Сонда неге кетпеді?» деп сұрады Айнұр қызығушылықпен. Әсел сәл күліп: «Ағам жібермеді, әлі ерте, ақыл тоқтат», деп оны жанынан шығарғысы келмеді. Бірақ Абзал бәрібір өз дегенін жасады. Бір күні қаладан әскерге шақыру қағазы келді де, ол ойланбастан кете барды, деді. Айнұр үнсіз бас изеп ішінен: «Арман неге мұны айтпады екен? Әлде ол туралы ойлағысы келмей ме?» деп ойланып қалды. Сол кеште Арман кешкі шай үстінде үнсіз отырған Айнұрдың алаң көңілін байқады. «Бірдеңе ойлап отырсың ба?» деп сұрады ол. Айнұр күлімсіреп: «Жай, сен Абзал туралы неге ештеңе айтпадың?» деді. Арман сәл күлдіріп, шайын жайлап ұрттап алып: «Ол туралы айтуға себеп болмады. Оның өз әлемі бөлек, оны өзің көргенде түсінесің», деді салмақпен. Айнұр одан сайын қызығып, Абзалдың қандай адам екенін ойлаумен болды. Оны ауылдан жыраққа жетелеген не нәрсе? Арман екеуінің арасында қандай байланыс бар? Осы сұрақтар оның көңілінен кетпей қойды. Көптен күткен күнде келді. Абзал әскерден оралатын болды. Ауылға келетін күннен бастап үйдің іші бір дүрлікті де қалды. Енесі дастархан жайып, арнайы қонақ шақырса, Әсел бауырының сүйікті тағамдарын әзірлеп, үй ішінде тыным таппай жүгіріп жүрді. Айнұр да
абыр-сабырдың ортасында жүрсе де Абзалмен алғашқы кездесуді қалай боларын елестете алмады. Қанша дегенмен ол жайлы естіген көп болғанымен әлі жүздесіп көрмеген. Күн батар шақта ауылдың сырт жағынан көлік көрінді. Арман үйден асығыс шығып, қақпа алдына барып тоқтады. Айнұр терезеден сыртқа қарап тұрған. Көліктен әскери киімін шешіп, жай киім киген ұзын бойлы, ширақ қимылды жігіт түсті. Ол Арманды көре сала күліп, аға деп құшағын жая жүгіріп келді. Арман да бауырын құшағына басып, арқасынан қағып, «Қош келдің, Абзал», деді. Айнұр жүрегі толқып, сәлден соң есік алдына шықты. Арман оны көріп, «Бұл Айнұр, сенің жеңгең», деп таныстырды. Абзал оны бір қарап шықты да күлімсіреп, «Жеңге, ағам үйленгенін естігенде сенің қала қызы екеніңді біліп таң қалғанмын. Бұл ауылда тұру қалай екен?» деп әзілдеп қолын ұсынды. Айнұр сәл қипылықтап қолын беріп, «Ауылға үйреніп келемін», деп күлімсіреді. Абзал әскерден біраз өзгергендей, салмақтырақ көрінді, бірақ әлі де кезінде бір тентектік бардай сезілді. Үйге кірген соң дастархан басында Абзал өз әңгімелерін бастап, бәрін күлкіге қарық қылды. «Аға, менің әскердегі өмірім туралы сұрамадыңыз ғой. Мен онда ауылдың баласы екенімді мақтанышпен айттым», деді ол әзілмен. Арман күліп, «Сен ауылда жүргенде өзіңді қалалық санайтынсың», деп оны сөзден ұстап алды. Айнұр осы кеште Абзалдың ашық мінезді, еркін ойлайтын жан екенін ұқты. Бірақ оның көзінен бір терең сағыныш пен әлдебір беймәлім мұңды да байқағандай болды. Енді Айнұрдың ойында жаңа сұрақтар пайда болды. Абзал әскерден соң ауылда қалғысы келе ме? Әлде тағы да үлкен арманның соңынан кетіп қалғысы келе ме? Абзал үйге келген күннен бастап Айнұрға қырындап, өтсе де, кетсе де бір жылы сөз айтып, мақтап қоюды әдетке айналдырды. Бірде ас үйде нан жауып жүрген Айнұрға қарап тұрып, «Жеңеше, сен нағыз ауылдың келіні болыпсың ғой, қолыңнан бәрі келеді екен. Мұндай шеберлікпен қалада ресторан ашуға болады», деп көзін қысты. Айнұр күліп, «Ерке бала, сен әр көрген сайын мені мақтап жүресің. Дегенмен мен саған нан жауып беру үшін ауылға келген жоқпын ғой», деді әзілдеп. Абзал басын изеп, «Жеңеше, шын сезім ғой. Сенің осында қалай тез үйреніп кеткеніңе таң қаламын. Арман ағам тынбай салды. Саған мен сияқты көңілді адам керек шығар», деп қалжыңын жалғастырды. Айнұр оның сөзіне күлсе де, Арман байқап қалғанын сезіп, ыңғайсызданып қалды. Арман ештеңе демесе де, Абзалдың ойын әбден біліп тұрғандай, тек сабырлы қалпына айнымайтын. Кейде есік алдындағы жұмыспен жүргенде, Абзал байқатпай қасына келіп, «Жеңеше, сен біздің ауылға сән кіргізіп тұрсың. Сені көргенде біздің ауылдың қыздары айнаға қарап ойланатын шығар», деп тағы бір мақтауын айтып қалатын. Айнұр оған тек күліп, «Ерке бала, сөздеріңе қарағанда сен қалаға кеткің келмейтін сияқты ғой», деп қағытып қоятын. Абзал жай ғана жымиып, «Әзірге осындамын ғой, шіркін, осындай жеңгем болса, қайда кетем?» деп тағы бір мәрте көзін қысып, өз жөніне кететін. Айнұр оның бұл сөздерін жай әзіл ретінде қабылдағанымен, кейде ішінен мына жігіт ойын шынға айналдырып жүрмесін деп ойланып қалатын. Абзалдың жылы сөздері мен үздіксіз мадақтаулары Айнұрдың ойынан кетпей қойды. Ол не істесе де
Абзалдың бір кезде айтқан әзілдері, мақтау сөздері есіне түсіп, еріксіз жымиып отыратын болды. Бірте-бірте Айнұр өзін қолға үйренген ауыл тірлігінен гөрі Абзалмен кездесуді көбірек күтетінін байқады. Таңертең сиыр сауып жүріп, алыстан келе жатқан Абзалдың сұлбасын көрсе, жүрегі еріксіз дүрсілдеп кететін. Кейде өзін ұстай алмай, терезеден сыртқа қарап, оның үйге кіргенін асыға күтетін болды. Оның әр айтқан сөзі құлағында жаңғырып, жүрегіне жылы тиіп, көңілін біртүрлі алаң күйге түсіретін. «Жеңеше, бүгін тіпті әдемі көрініп тұрсыз ғой», деген бір ауыз сөзі Айнұрдың күнін нұрландырып жіберетіндей еді. Ол өзін сабырға шақырғысы келді, бірақ Абзалдың қасында өзін еркін, жеңіл сезінетінін түсінді. Арманмен сөйлескенде барлығы салмақты, байыпты болса, Абзалдың жанында бәрі басқаша еді, еркін, ашық, көңілді. Кейде Айнұр сылтауратып, аула жаққа шығып, Абзалдың жұмыстан келгенін күтетін. Оның әрбір әрекеті, тіпті жай ғана сөйлеген сөзі Айнұрдың санасында ерекше орын ала бастады. Ол мұның дұрыс еместігін түсінсе де, жүрекке әмір жүрмейтінін сезді. Кешкісін дастархан басында Абзал тағы да әдеттегідей, «Жеңеше, бүгін шай ерекше дәмді болыпты. Әлде мен келген соң бәрі тәттірек бола ма?» деп қалжыңдады. Айнұр өзі ұстай алмай күлімсіреп, «Саған бәрі тәтті көрінетін шығар», деді де көзін төмен түсірді. Осылайша оның ойы Абзалға қарай жиі ауып, ол ауыл тірлігі бірте-бірте екінші орынға ығыса бастады.